Сақалға ақ түсті, көңілге дақ түсті. Жасында жалықпасаң, қартайғанда тарықпайсың. Көп жасаған құрдасынан, көп сөйлеген жолдасынан айырылады. Кәрі өлсе, дауыл тынғаны, жас өлсе, бәйтерегіңнің сынғаны. Ауру аздырады, кәрілік тоздырады. Қартайдым деп қайырма, жас бала бар артыңда. Жалғызбын деп қайырма, жақсылар бар артыңда. 6-ға дейін бала ерке, 60-тан кейін шал ерке. Жас кезде адам қызық іздейді, қарт кезде адам иман іздейді. Адамның ақылының кіруіне жасы да үлкен рөл атқарады. Егер 35 жасыңызда сіз әлі де кедей болсаңыз, онда сіз бұған лайықтысыз. Уайым қайғысыздық жасартады, іспен айналысу көркейтеді. Қария бәріне сенеді, орта жастағы адам бәрінен күмәнданады, жас адам бәрін біледі. Көптеген адамдар өз уақытын өлтіруді, оны босқа өткізуді, жаман әдеттерге тәуелді болуды, өз санасын шектеуді, зиянды ақпараттарды қабылдауды пайдалы және тіпті қажетті деп ойлайды. Себебі бұл құлдық сана. Жас адамға ауыр нәрсе жеңіл секілді көрінеді. Ал қариялар үшін жеңіл нәрсе ауыр секілді көрінеді. Қасында ақсақалдар болған кезде бала болу өте оңай. Қарттарды жоғалтқаннан кейін бала болудың қаншалықты жақсы екенін түсінесің. Қартайған кездегі ең жаман нәрсе бұл өз балаларыңыздың кеңестерін тыңдау. Кәрілік деген шаршаудан гөрі демалуға көп уақыт кететін кезең. Жастардың берекесі күш пен сұлулық, шалдардың берекесі ақыл. Ең өкініштісі қартаюдың жақындағаны емес, жастық шақтың өтіп бара жатқандығы. Жас кезінде жасаған күнәларыңды қартайған кезде өтейсің. Кәрі адамға күлме, сен де кәрілікке жетесің. Қариялық, даналық пен өмір тәжірибесінің қайнар көзі. Ұрпақтарыңның саны достарыңның санынан асса, бұл қартайғандықтың белгісі. Жастар болашақпен, шалдар өткенмен, тек балалар ғана бүгінгі күнмен өмір сүреді. Ақылды қарттар жастарға кедергі емес, тірек болады. Бәсекелес емес, ұстаз болады. Жастар армандайды, қарттар есіне алады. Өмір 3 кезеңге бөлінеді. Алдымен Аяз атаға сенесің, сосын Аяз атаға сенбейсің. Аяғында өзің Аяз ата боласың. Қартайып барам деп ойлайтын адам тез қартаяды. Барлығы ұзақ өмір сүргісі келеді, бірақ қартайғысы келмейді. Уақытын босқа өткізетін адам қалай тез қартайғандығын байқамайда қалады. Жастық ұшады, өтіп бара жатқан уақытты ұстаңыз. Өткен әрқашан бүгінгіден жақсы. Жастық ең үлкен сыйқыршы. Ата-анамыз бізге өмір сыйлады. Олар бізді тәрбиелеп өсірді. Енді олар қартайып, ауырып жатқанда біздің міндетіміз ата-анамызға көмектесу. Бала кезінде оқыған затты қария кезінде түсінесің. Жастар болашағына, кәрілік өткеніне алданады. Сіз балалық шаққа түсе аласыз, бірақ жастыққа емес. Жастық ақымақ істер жасауға,
мүмкіндік бергені үшін емес, оларды түзетуге уақыт бергені үшін жақсы. Жастардың санасында қандай көңіл-күй басым екенін айтыңыз. Мен кейінгі ұрпақтың мінез-құлқын айтайын. Орта жас бұл зейнетке шығуға тым жас, және басқа жұмысқа тұру үшін тым кәрілік. Әлемнің алдында сіз бірнеше жыл ғана жас және әдемі боласыз. Ал күйеуіңіздің көзінше өмір бақи әдемі болып өтесіз. Жастар сұлулықтың не екенін жақсы білмейді. Олар тек құмарлықты біледі. Әр адамның 3 жасы болады. Дененің жастығы, жүректің жастығы және ақылдың жастығы. Өкінішке орай, олар ешқашан сәйкес келмейді. Жастықтан кәрілікке дейін ақылды жинақта. Бұдан кейін сенімді байлық жоқ. Қартайғанда бақытты болатындай жастықта өмір сүр. Жұмысқа жарап тұрғанымда мен өзімді кәрілердің тізіміне қоса алмаймын, депті Бауыржан Момышұлы. Алжығанда келген атақ абырой әкелмейді. Алжығанда келген атақ абырой әпермейді. Кәрілік екі көзді қызартады. Сүйектің етін сылып ұзартады. Еңкейсең етпетіңнен түсіргендей, батпаңдап тізе тұсқа тұзартады. Жас та өтер, бірте-бірте кәрді өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә. Кетеміз, кетті, келер, тағы кетер. Мейірімділік пен ақыл кәріліктің қасиеттері. 20 жасында әйел жүрексіз және ашуланшақ болуы әлде қайда қызықты. 4 нәрседе үміт бар. Жас өсемін деп үмітті. Жалғыз көбейемін деп үмітті. Жарлы байимын деп үмітті. Ауру жазыламын деп үмітті. Көктемімен жазы кетіп, жапырағы қуарған ағаштай, ұрты суалып, жағы суалған кәрілікте ғана үміт. 15 жас құйын қуған желмен тең. 20 жас дауыл ұрған көлмен тең. 35 ағып жатқан селмен тең. 45 аю аспас белмен тең. 75-те өр көңілің жермен тең. 80-де селкіл деген шал боларсың. 90-да 80-ге де зары боларсың. 100-ге келсең дүние қызығынан күдеріңдіз. Өлмей тірі жүргенге мәз боларсың. Абай үйінде отырып өзінің досы Бегештен дауасыз не, арзан не, қымбат не деп сұрапты. Бегеш оған дауасыз кәрілік, арзан өтірік, қымбат шындық деп жауап береді. 50 ердің жасы екен, 60 бір сұмдықтың басы екен. Ханнан тақыт таярда қараша жұртпен хас болар. Байдан бақыт таярда дәулетіне мас болар. Кәрден абырой таярда аңдыған ас болар. Жетесіз туған жігіттер 25-те жас болар. 50 ердің жасы, 70 оттың басы, 80 шоқтың қасы. Жастық өтер, кәрілік жетер. Беттің қызылын кетпестей көрме. Жігіттікті өтпестей көрме. Кәрілікті жетпестей көрме.
Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Арнама жазылып, күнделікті шығарылымды бәрінен бұрын қарап отыру үшін қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Достарыңызбен және де ең асыл жақындарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен бірге болған Омардың әңгімелері. Келесі жүздескенше аман сау болыңыз.